Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді және тез лаваштан рулет дайындаймыз. Шұжықты үкіштен өткіземіз. Бұл рулетке барлық ингредиенттер дайын күйінде қосылады, ештеңе пісірудің қажеті жоқ. Сондықтан өздеріңізге ұнайтын шұжық алып қоссаңыздар болады. Шұжық дайын, осындай ұсақ күйінде қосатын боламыз. Содан кейін сырды үкіштен өткіземіз, яғни сыр қатты болғаны дұрыс. Осы YouTube каналымда тұрақты түрде жаңа рецептермен бөлісемін. Сондықтан осы бейненің астындағы подписаться кнопкасын басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сыр дайын, енді рулетті дайындайтын боламыз. Мен осындай домалақ лаваш алдым. Егер 4 бұрышты болса, сол лавашты қолдансаңыздар болады. Майонезді жағамыз. Майонездің орнына қаймақ қосуға да болады. Мен майонезді жақсылап жағамын. Содан кейін үкіштен өткізілген шұжықты жақсылап жайып шығамын. Толығымен бір келкі етіп жаю қажет. Бірінші лаваш салмасымен дайын. Енді үстіне екінші лавашты қойып, содан кейін тағы да майонез жағатын боламыз. Майонезді жақсылап жағу қажет, толығымен лаваштың барлық жеріне. Майонез жағылған дайын лаваштың үстіне Корей елінің сәбізден жасалған салатын салып, осы салатты бір келкі етіп лаваштың үстіне жайып шығамыз. Содан кейін соңғы үшінші лавашты салып, тағы да майонез жағып шығамыз. Соңғы лаваштың үстіне үкіштен өткізілген сырды саламыз, тағы да жайып шығамыз бір келкі етіп. Лаваштың қажетті салмаларын салдық, енді рулет жасаймыз. Рулет жасап болғаннан кейін міндетті түрде арнайы салафанмен жақсылап осы рулетті орап, тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қою қажет. Ішіндегі салмасы лавашқа сіңіп, жұмсақ болып шығады. Міне тоңазытқышта 2 сағат тұрды. Салафанын алып тастаймын. Өте жұмсақ болып шығады. Енді қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Лаваш жұмсақ болғандықтан жыртылып кетуі мүмкін, сондықтан ақырындап кескен дұрыс. Рулет өте тойымды және дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер осы видеодағы рецепт бойынша дайындасаңыздар, видеоның астына комментарийға жазып, өз ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлфия.